Қазақ батырларының жихады шынайы мағынасы қандай? Осы соңғы жылдары жихад сөзі жиі айтылатын, бірақ сирек түсіндірілетін ұғымға айналды. Кейбіреулер оны қарулы күреспен ғана байланыстырады. Алайда қазақ тарихында бұл ұғымның мәні мүлде басқа деңгейде болған. Қазақ батырларының жихады діни соғыс емес, рухани және ұлттық еркіндік үшін күрес болған. 18-19 ғасырларда ел қорғаған батырлардың басты мақсаты бейбітшіл басқыншыға қарсы тұрып, халықтың жерін, дінін, ділін, тілін, намысын сақтау болған. Мысалы, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Амангелді сияқты батырлар өз жұртын дін үшін емес, ел үшін деп сипаттаған. Олар үшін жихад әділет жолындағы күрестің символы болған. Тарихи деректерге сүйенсек, қазақ дүниетанымындағы жихад ұғымы ешқашан басқаны жаулау немесе бір мәжбүрлеу сипатында болмаған. Керісінше ол рухани жауапкершілік пен әділдік үшін күрес болған. Бұл тұрғыдан қарағанда жихадтың шынайы мағынасы қару емес, құндылық қорғау болып табылады. Қазақ қоғамында ерлік пен иман ұғымдары қатар қолданылған. Батырдың күші тек білекте емес, ниет пен әділетте. Осы түсінік арқылы бізде халық ұлт азаттық қозғалыстарын рухани деңгейде мағынамен байытқан. Қазір бұл сөзді радикалды топтар өз мақсатына пайдалануға тырысады. Бірақ тарихи тұрғыдан алғанда қазақтың жихады адам өлтіру үшін емес, адамгершілікті сақтау күресі. Сондықтан нағыз жихад шекарада емес, адамның өз ішінде жүретін күрес. Наданылыққа, өтірікке, әділетсіздікке қарсы күрес. Міне, осы қазақ батырларының жихадының шынайы мағынасы.